Фильм оқиғасы Украина аумағындағы Донецк облысында орналасқан Горловка қаласында басталады. Көрермен алдымен басты кейіпкердің жары Настямен танысады. Ол табиғатқа сіңіп кететін киім киіп, құсты үркітпей, ақ қарғаның бейнесін салмақ болады. Алайда қарға ұшып кетіп, Настя таудағы шағын үйіне қайта оралады. Осы жерде фильмнің басты кейіпкері Николаймен танысамыз. Таңертең ол жұмысқа жиналып, велосипедіне мініп, мектепке жол тартады. Николай жақын маңдағы қаладағы орта мектепте физика пәнінен сабақ береді. Өзі болса таудағы оқшау лашықта тұрып, қарапайым әрі тыныш өмір сүріп жатыр. Мектепте келген соң жаңалықтардан Ресей, Донецк пен Луганск облыстарын тәуелсіз аймақтар ретінде мойындағанын естиді. Сабақ барысында Николай бүгінгі тақырыпты түсіндіреді. Иван есімді оқушы қағазды тақтаға лақтырып сабақты бұзғысы келеді. Бірақ Николай бұл жағдайды өз пайдасына жаратып, жылдамдық пен қашықтық тақырыбын түсіндіруге практикалық мысал ретінде қолданады. Кейін ол есепті Иванға шығаруды тапсырады. Алайда ол орындай алмайды. Сұраққа басқа оқушы тарас жауап береді. Сабақтан кейін Иван Николайға деген ашық антипатиясын көрсетіп, тіпті агрессивті түрде мұғалімге тауға қайта кетуді меңзейді. Көп ұзамай Николай мен Настя тұратын лашыққа кешкі Донецк газетінің журналисі келеді. Ол өркениеттен алыс, таудағы өмір туралы сұхбат алмақ. Николай өзін эколог ретінде таныстырып, бұл жерге табиғатпен үйлесімде өмір сүру, планетаны қорғау және таза өмір салтын ұстану үшін 1 жыл бұрын көшіп келгенін айтады. Сонымен қатар Настяның жүкті екені және ерлі зайыптылардың осы үйде тұңғыш сәбиін күтіп отырғаны белгілі болады. Журналист үйдегі түсініксіз суреттер жайлы сұрағанда, Настя олардың ақ қарға символына байланысты көне отбасылық дәстүр екенін түсіндіреді. Қонақ үй ішін аралап, Николайдың өзі жасаған электр қуатын өндіретін динамо машинаны да көреді. Журналистің бұл өмір салтына менсінбеушілікпен қарағаны байқалады. Кетер кезде ол темекісін жерге түсіріп алады. Бұл Николайды қатты қынжылтады. Ол темекіні қайта беріп, табиғатты қорғаудың маңызын еске салады. Бірақ бұл әрекет журналистің оған деген салқын көзқарасын одан әрі күшейтеді. Осы аралықта Николай мен Настя өздерінің қарапайым да тыныш өмірінен ләззат алуды жалғастырады. Настя Николайға өзі қолымен жасаған ағаштан ойылған крест сыйлайды. Ол оны әрдайым өзімен бірге алып жүрсін, қорғаушы белгісі болсын деп ниет етеді. Келесі күні таңертең Николай әдеттегідей мектепте жолға шығады. Жол үстінде ол Ресей әскери өкілдерін көз шалып алады. Бірақ жолын тоқтатпай жалғастыра береді. Мектепке келгенде сыныптардың бос тұрғанын, ал теледидардан Украина аумағына Ресей тарапынан шекаралық аймақтарға күшпен кіріп, бұрынғы келісімдердің бәрін жоққа шығарған туралы хабар таралып жатқан көреді. Мұны естіген Николай асығыс үйіне қарай бет алады. Ең алдымен жұбайының амандығына көз жеткізгісі келеді. Үйіне жеткенде ол сол маңда жүрген ресейлік әскерлерді байқайды. Николай Настяға қарай жүгірген сәтте әскери адамдар оны тоқтатып күш көрсетеді. Ол өзінің жай ғана физика пәнінің мұғалімі екенін, ал жарының аяғы ауыр екенін түсіндіруге тырысады. Бірақ сөзін ешкім елемейді. Солардың бірі лашықтың ішіне кіріп күмәнді заттардың бар жоғын тексеріп шығады. Біраздан соң ол Николай мен Настяның тауда өз бетімен қарапайым өмір сүріп жатқан жұп екенін түсінеді. Соған қарамастан ол еш себепсіз үйді өртеп жіберуді жөн көреді де серіктеріне кететін уақыт келгенін айтады. Көрген қорлығына шыдай алмаған Настя әскерлерге тас лақтырмақ болады. Бірақ сол сәтте қайғылы жағдай орын алады. Әскерлер кетіп қалады, ал Николай есеңгіреп не болғанын толық түсіне алмай қалады. Ол жарының жансыз қалған денесінің қасында отырып көз жасына еріп береді. Оның жан күйзелісі одан сайын күшейе түседі. Себебі көз алдында өз үйінің күлге айналып жатқанын көреді. Бір сәттің ішінде ол әйелінен, дүниеге келмеген сәбиінен және бар өмірінің мәнінен айырылады. Қайғыдан қан жұтқан Николай таң атқанша Настяның жанынан кетпейді. Таңертең оны Украина аумақтық қорғаныс жасағы тауып алады. Олар Николайдың өз адам екенін түсінеді. Николай оларға осы жерде жары екеуі тұрғанын, ал әйелінің жау қолынан қаза тапқанын айтып береді. Әскерлер оған көмектесіп, Настяға қабір қазып береді. Николай жарының соңғы сапарға шығарып салады. Осыдан кейін ол үйінің орнына қайта оралып, күл арасынан аман қалған жалғыз затты табады. Ол Настя сыйлаған ағаш крест еді. Крестті өзімен бірге алып, Николай әскерлермен бірге олардың лагеріне аттанады. Лагерде Роман есімді командир бастапқыда Николайды аумақтық қорғаныс қатарына қабылдаудан бас тартады. Ол Николайды күмәнді санап, лагерге дейінгі жолды көзін байламай көргенін қауіп көреді. Оның ойынша, бұл ақпарат кейін жауға жетуі мүмкін. Николай көліктен түсіп қару алуға ұмтылады. Әскерлер оны қауіп деп ойлайды. Бірақ Николай өз мақсатын ашық білдіреді. Ол жауға қарсы тұрып, туған жерін басып алған күштерден азат етуді ғана көздейтінін айтады. Мұны естіген командир оны бөлімге қабылдауға келіседі. Жаттығулар басталғанда Николайдың алдында үлкен қиындықтар тұрады.
Соған қарамастан ол берілмей табандылықпен дайындалады. Оның басты мақсаты жары мен дүниеге келмеген баласы үшін әділет іздеу. Ол Настя қалдырған кресті әрдайым жанында ұстап, өз жолының мәнін еске алып жүреді. Николайдың үйренуге деген ықыласы ерекше болады. Ол тіпті бос уақытында да жаттығуын тоқтатпайды. Уақыт өте келе Николай әртүрлі қару-жарақпен жұмыс істеу дағдыларын меңгере бастайды. Біраз уақыт өткен соң командир Украина қарулы күштері қатарына арнайы тапсырма үшін мергендер қажет екенін хабарлайды. Ең үздік 3 жауынгер бірден алға шығады. Сол сәтте Николай да күтпеген жерден олардың қасына қосылады. Бұл көрініс қалған сарбаздарға күлкілі болып көрінеді. Себебі Николай жаңадан келген, әрі көпшіліктің ойынша мұндай жауапты міндетті атқара алмайды. Алайда Николай командирдің алдында өзін сенімді ұстап, кез келген қаруды 20 секундтың ішінде бөлшектеп қайта жинай алатынын айтады. Командир мұны тексеруді ұйғарып, оған көзін байлап тапсырма береді. Николай белгіленген уақыттан да жылдам орындап шығып, барлығын таңғалдырады. Осылайша ол мергендер тобына қабылданады. Мергендерге арналған дайындық көзге түспей, ортамен толық үйлесіп кетуді үйретуден басталады. Оларға өз атқан оғын жасыру үшін сырттағы басқа дыбыстарды, жарылыстар мен атыстарды қалай пайдалану керегі түсіндіріледі. Арнайы курста да Николайға алғашында аса мән берілмейді. Оған ескі винтовка беріледі. Әрі өз қарсылығына қарамастан командирдің бұйрығымен соны қолдануға мәжбүр болады. Командир бұл жер ойын-сауық орны емес, тәртіп қатаң сақталатын орта екенін еске салады. Алғашқы жаттығу сабырлықты тексеруге арналған болады. Сарбаздар маңайында атыс болып жатқанда қимылсыз жатуы тиіс. Николай орнынан қозғалмаған санаулы адамдардың бірі болып шығып, ерекше төзімділік танытады. Келесі тапсырма дәлдікке бағытталады. Командир ақылды мерген, шешімді жылдам әрі нақты қабылдай білуі керек екенін түсіндіреді. Себебі кейде бір мергеннің әрекеті бүкіл топтың тағдырына әсер етеді. Атыс жаттығуы кезінде Николай нысанаға дөп тигізе алмайды. Ол мұны қолындағы қарудың ерекшелігімен байланыстырады. Сол кезде нұсқаушы қашықтықты есептеу мен оқтың қозғалыс күшін қалай анықтау керегін түсіндіре бастайды. Жаттығулар түнде де жалғасады. Бұл жолы бәрі оқ жібереді. Тек Николай ғана асықпайды. Біраз уақыттан кейін ол бар назарын нысанаға жинап, дәл ортасынан тигізеді. Бұл курс ішіндегі ең үздік нәтиже болып шығады. Физикадағы білімі Николайға қашықтықты дәл есептеуде үлкен артықшылық береді. Курстың қорытынды сынағында ол ең жоғары бағаларға ие болып, дәлдік бойынша топта бірінші орын алады. Осы сәттен бастап ол нағыз мергенге айналады. Тегі Воронин болғандықтан оған Ворон деген кодтық ат беріледі. Көп ұзамай Николайды жаңа мергендер лагеріне жібереді. Сол жерде командир ресейлік әскерлерге қарсы бақылау өткізу бекетін алу мақсатындағы құпия операцияны жоспарлайды. Николай мен оның серіктері әрекетке дайын тұрған сәтте блокпостқа қарай екі бейбіт тұрғыны бар жеңіл көлік жақындайды. Командир азаматтық адамдарға қауіп төндірмеу үшін операцияны уақытша тоқтатуды бұйырады. Алайда көлікті өткізу орнына қарсы жақтағы әскерлер жолаушыларға тиісіп, әйел адамды қорлай бастайды. Мұндай жағдайды көрген мергендер тобы енді шетте қала алмайды. Украиналық бейбіт тұрғындарды қорғау үшін олар шұғыл түрде шабуылға көшеді. Отряд үйлесімдік әрекет етіп, қарсы тұрған күштерді бейтараптандырады. Сол кезде әскерлердің бірі әйелді қалқан ретінде пайдалануға тырысады. Бірақ командир салқын қандылық танытып, дер кезінде шешім қабылдап, әйелді аман алып қалады. Базаға оралған соң Николай ауыр хабар естиді. Шабуыл кезінде оның жақын досы қаза тапқан екен. Бұл жағдай оның ішіндегі кек сезімін одан сайын күшейтеді. Келесі тапсырмада Николай мен оның тобына ресейлік патрульге тосқауыл қою жүктеледі. Олар арнайы құрылғыларды орнатып, үстін жапырақпен мұқият бүркейді. Барлығы жоспар бойынша өтіп жатқандай көрінеді. Бірақ Николай қарсы жақтың арасынан Иванды байқайды. Ол бұрын оның шәкірті болған, ал қазір сатқын болып шыққан. Командир белгі берген сәтте Николай бір сәтке кідіріп қалады. Бірақ ақыры бұйрықты орындайды. Кейін ол командирге Иван жайлы айтып береді. Командир мұндай жағдайлардың соғыс кезінде сирек емес екенін түсіндіреді. Алайда Николай өз оқушысының сол жолға түскеніне әлі де сене алмайды. Лагерде командир өз өмірінен сыр шертеді. Ол соғыс үшін отбасын артта қалдырғанын, жақындарының оның қайда жүргенінде, немен айналысып жүргенінде білмейтінін айтады. Николай да өз кезегінде Настядан қалған ағаш крестті көрсетіп, бұл оның жалғыз тұмарында екенін түсіндіреді. Келесі тапсырма кезінде Николай қарсы жақтың арасынан жарының өмірін қиған сол адамды танып қояды.
Командир позицияны әшкерелемеу үшін әрекетке бармауды бұйырса да, Николай өзін ұстай алмай шешуші қадамға барады. Бұл әрекет қарсы жақтағы тәжірибелі мергеннің назарын аударады. Ол олардың орнын анықтап, командирді оқшаулап қояды. Николай командирдің денесін қалқан ретінде пайдаланып, сол жерден аман шығып кетуге мүмкіндік табады. Базаға оралған соң, Николай командирдің өлімін ауыр қабылдап, бәріне өзін кінәлі сезінеді. Генерал оған қарсы жақтағы мерген табылған бойда хабар беретінін, сол кезде Николайдың өз есебін қайтаруға мүмкіндігі болатынын айтады. Уақыт өте келе Николай нағыз кәсіби мергенге айналады. Оған қоқыс алаңда жасырынған 2 элиталық ресейлік мергенді бейтараптандыру тапсырмасы беріледі. Ол алғашқы нысананы сәтті орындайды, екіншісінде жылдам тоқтатады, бірақ иығынан жарақат алады. Ауырсынуға қарамастан Николай тапсырманы соңына дейін орындап шығады. Кейінірек генерал Николайға командирдің өмірін қиған мерген Сергейдің қайда жасырынғанын хабарлайды. Ол Николайды ескі химия зауытында бой тасалап жүрген Сергейге қарсы арнайы операцияның жетекшісі етіп тағайындайды. Сергей өз әрекеттерін жазып алып, интернетке жариялаумен аты шыққан адам екені белгілі болады. Кеңес кезінде операцияның егжей-тегжейі талқыланады. Жауынгерлердің бірі зауытты түгелімен жарып жіберуді ұсынады, бірақ Николай бұған қарсы шығады. Ол нысан аумағында хлор сақталғанын айтып, мұндай қадамның үлкен экологиялық апатқа әкелуі мүмкін екенін ескертеді. Соның нәтижесінде жоспар өзгереді және топ тапсырманы барынша дәл әрі қауіпсіз орындауға аттанады. Операция барысында Николай алдымен 2 күзетшіні бейтараптандырады. Солардың бірінен ол кезінде жарының өмірін қиған адамды танып қалады. Артынша мергендер бір мезетте әрекет етіп, зауыттағы қалған күзетшілерді де көзге түспей тоқтатады. Байланыстың үзілгенін байқаған Сергей бірдеңенің дұрыс емес екенін сезе бастайды. Николай ішке жасырын өтіп, Сергейдің көмекшілерінің бірін залалсыздандырады да, күтпеген жерден Сергейдің өзіне тат береді. Қысқа ғана арпалыстан кейін Николай оны тоқтатып, оның қолындағы сағатын белгі ретінде алып кетеді. Із қалдырмау үшін ол алаңды тазалап, қалған қарсыластарды да әрекетсіз қалдырады. Осы сәтте зауыт маңына қосымша күш жегеді. Николай жасырын жерден олардың жетекшісін дәл көздеп тоқтатады. Қалғандары биікте орналасқан Украин мергендерінің бақылауына түсіп, көп ұзамай қарсылас толықтай бейтараптандырылады. Тапсырма аяқталған соң, Николай өз үйінің орнына қайта оралады. Ол жарының қабірінің алдында үнсіз тұрып, оны және дүниеге келмеген сәбиін еске алады. Жанындағы ауыр сезімге төтеп бере алмай, көз жасына ерік береді, басқыншыларға қарсы күресті тоқтатпауға серт береді. Осы сәттен бастап Николай өмірін соғыс жолына арнайды. Ол туған жерін қорғап жүрген Украина қарулы күштері құрамындағы ең мықты мергендердің біріне айналады. Оның басты мақсаты біреу ғана болады: өз жерін бөтен күштерден толықтай азат ету.